Тауық жылында туған құрметті жандар. Бүгін осы мәтін алдыңыздан кездейсоқ шығып тұрған жоқ. Бұл өз бақытыңыз бен несібеңіздің сізді қорғап, 2026 жылдың екінші жартысында күтіп тұрған маңызды кезең туралы алдын ала ескертіп отырғанның белгісі. Көпшілік тауық жылында туған адамдардың тағдыры мықты, болмысы ерекше. Олар өмір бойы еңбекқор, ақылды болып, өз күшімен дәулет жинайды. Қай жерде жүрсе де ешкімнен кем болмайды дейді. Бұл сөздің жаны бар. Тауық жылында туған адамдар табиғатынан жеңілісті мойындамайтын, зерек, еңбекқор, істің көзін табатын жандар. Олар қай іске де жауапкершілікпен қарап, өмірін берекелі етуге ұмтылады. Бірақ дәл осы қайсарлық пен өзіне деген сенімділік 2026 жылы ең әлсіз тұсына айналуы мүмкін. Неліктен? Өйткені тағдыр заңдылығында көбіне әлсіз емес, керісінше өмірі үнемі сәтті өтіп, өз күшіне тым сеніп кеткен адамдар сүрінеді. Әлсіз адам әрдайым сақ болады, әр қадамын ойланып басады. Сондықтан үлкен қателікке жиі ұрынбайды. Ал тағдыры мықты адам барлық нәрсені өзім шешемін, қандай қиындық болса да көтеремін деп үйреніп кетеді. Сол себепті қауіптің алдын бағаламай, асығыс әрекет етеді. Ақырында бір-ақ қадаммен үлкен қиындыққа тап болып, одан шығудың өзі қиынға соғады. 2026 жыл отты жылқы жылы. Бұл жылы от энергиясы өте күшті болады. Ал тауық белгісі металл элементіне жатады. От металлды әлсірететіндіктен, бұл жыл тауық жылында туғандар үшін оңай болмайды. Бұл көзге бірден көрінетін үлкен соққы емес. Ол көктемдегі қабырғаға білдірмей сіңетін ылғал сияқты. Қабырға көгерген кезде ғана байқалады, бірақ оның ішіндегі темір әлдеқашан тот басып үлгереді. Осы жерге келгенде, аз ғана аялдап, осы жазбаға лайк басып пікірге «Амандық пен сәттілік серігім болсын» деп жазып кетсеңіз болады. Жақсы ниет айтып, ізгі тілек тілеудің өзі адамға оң әсер береді. Сонымен қатар бұл ескертуді басқа да тауық жылында туған адамдар көріп, алдын ала сақтануына себеп болуы мүмкін. 2026 жыл тауық жылында туғандар үшін жай ғана аздап ақша жоғалтып немесе біреумен сөзге келіп қалатын жыл емес. Бұл алдағы 10 жылдық тағдыр бағытын айқындайтын маңызды кезең. Егер осы кезеңнен дұрыс өтсеңіз, алдағы жылдары жолыңыз ашылып, береке бақ артады. Ал қателік жіберсеңіз, кішкентай мәселенің өзі үлкен қиындыққа айналып, оның салдары бірнеше жылға созылуы мүмкін. Мұны қорқыту үшін айтып отырған жоқпын. Керісінше кезінде алдын алуға болатын мүмкіндігі бола тұра, мән бермей, кейін өкініп қалған адамдарды көп көргендіктен айтып отырмын. Қазірдің өзінде көптеген тауық жылында туған адамдар мұны іштей сезіне бастаған шығар. Бірақ оны тағдыр заңдылығымен байланыстырмай, жай ғана шаршадым немесе жұмыс көбейіп кетті деп ойлайды. Өзіңізді бір тексеріп көріңіз. Соңғы кездері ұйқыңыз бұзылып жүрген жоқ па? Төсекке жатсаңыз да ұзақ уақыт ұйықтай алмай, сан түрлі ой мазаңызды ала ма? Ұйықтап кеткеннің өзінде ұйқыңыз жеңіл болып, аз ғана дыбыстан оянып кетесіз бе? Таңертең тұрған кезде мүлде демалмағандай шаршаңқы күйде боласыз ба? Бұрын шешімді тез қабылдайтын едіңіз. Ал қазір бір мәселені қайта-қайта ойлап, бәрібір нақты шешімге келе алмай жүрсіз бе? Қабылдаған шешіміңізге кейін өкініп қалатын жағдайлар көбейді ме? Мінезіңіз бұрынғыдан ашушаң болып кеткен жоқ па? Үйдегі адамдар бір ауыз қарсы сөз айтса, бірден ашуланып, кейін өзіңіз өкініп қаласыз ба? Кейбір адамдардың денсаулығында да ұсақ жайсыздықтар байқалады. Тіс қызыл иегінің ісінуі, ауыз қуысының жарасы, бас сақинасы, иықтың ауырсынуы сияқты белгілер мазалайды. Ауруханаға тексерілсе, дәрігерлер барлық көрсеткіш қалыпты екенін айтып, көбірек демалып, қозғалысты арттыруға кеңес береді. Бірақ адамның өзі, бұл жай шаршау емес, бойдың тереңінен шығатын әлсіздік екенін сезеді. Тағы біреулер соңғы кезде түсініксіз сәтсіздіктерге жиі тап болады. Көшеде кетіп бара жатып үстіне су шашырап кетеді. Дүкенде ақшасын дұрыс есептегенмен артық төлем шығып кетеді. Алдын ала келісілген іс соңғы сәтте өзгеріп кетеді. Мұның бәрі үлкен мәселе емес сияқты көрінеді. Бірақ осындай ұсақ келеңсіздіктер бірінің артынан бірі жалғасып, адамның көңілін түсіреді. Құрметті оқырман, мұның бәрін жай ғана кездейсоқтық деп қабылдай бермеңіз. Бұл өмір сізге абай болуды ескертіп тұрған белгі болуы мүмкін. Алдағы жол тайғақ екенін сездіріп, асықпай, ойланып әрекет етуге шақырып тұрғандай. Өкінішке қарай, көпшілік мұндай белгілерге мән бермейді.
уақыт өте өзі ақ өтіп кетеді деп ойлайды. Ал шын қиындық келгенде ғана белгілері бұрыннан болған екен ғой, деп өкінеді. Өкінішке қарай, өмірде өкінішті сатып алатын дәрі жоқ. Қауіптен сақтанудың ең дұрыс жолы қиындық басталғаннан кейін емес, оның алғашқы белгілері байқалған кезде алдын алу. Нағыз даналықта өзіңді қорғаудың ең дұрыс жолы да қауіптің тамырын ерте кесу. Ендеше жалғастырайық. Неліктен дәл 2026 жыл тауық жылында туған адамдарға соншалықты үлкен әсер етеді? Мен сіздерге түсініксіз астрологиялық терминдерді айтып бас қатырмаймын. Барлығын қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Өзіңіздің өмірлік қуатыңызды су жиналатын үлкен су қоймасы деп елестетіңіз. Тауық жылында туған адамдардың бұл су қоймасы өзгелерге қарағанда әлдеқайда үлкен әрі қоры да мол болады. Сондықтан олар көбіне жоқшылық көрмей, өз күшіне сеніп өмір сүреді. Бірақ 2026 жылы сол су қоймасының түбінде көзге көрінбейтін жарық пайда болғандай болады. Су бірден ағып кетпейді. Ол тамшы-тамшымен білдіртпей азая береді. Сырт көзге бәрі бұрынғыдай көрінеді. Өмірде қалыпты жалғасып жатқандай әсер қалдырады. Алайда ішкі қуат біртіндеп сарқыла бастайды. Міне, ең қауіптісі де осы. Көзге көрінетін шығынды адам байқап, оның орнын толтыра алады. Ал көзге көрінбейтін әлсіреуді дер кезінде аңғару қиын. Байқаған кезде ішкі күштің жартысынан көбі әлдеқашан сарқылып кеткен болады. 2026 жылы тауық жылында туғандардың өмірінде үш ерекше өзгеріс байқалуы мүмкін. Олардың ешқайсысын елемеуге болмайды. Бірінші өзгеріс – күш-қуаттың азаюы. Тауық жылында туған адамдар әдетте өте жігерлі келеді. Басқалар қатты шаршайтын жұмысты олар жеңіл атқарады. Өйткені олардың ішкі қуаты мықты болады. Бірақ 2026 жылы бұл қуатты бұрынғыдай сақтап тұру қиындайды. Ең алдымен адамның бойын себепсіз шаршау билейді. Ауыр жұмыс істемесе де, ештеңеге зауқы соқпайды. Бұрын жарты күнде бітіретін жұмысты енді күні бойы аяқтай алмай жүреді. Ойлау қабілеті де баяулай түседі. Бұрын бір қарағанда түсінетін дүниені енді ұзақ ойланып барып ұғады. Сонымен қатар адамдармен қарым-қатынаста өзгере бастайды. Бұрын қолдау көрсеткен адамдардың бәрі аяқ астынан бос емес болып кетеді. Көмек сұрасаңыз, түрлі сылтау айтып кейінге қалдырады. Ал керісінше болмашы мәселелер мен орынсыз әңгімелер көбейеді. Біреу алдыңыздан кедергі жасайды. Біреу сырттай сөз таратады. Тағы біреу орынсыз кінә артады. Бұлардың ешқайсысы аса үлкен мәселе емес. Бірақ осындай ұсақ түйектер адамның жүйкесін қажытып, күш-қуатын сарқиды. Осындай кезде барлығымен айтысып, әр нәрсені дәлелдеуге тырысу одан сайын зиян келтіруі мүмкін. Өйткені әрбір артық дау ішкі қуатыңызды бұрынғыдан да тез әлсіретеді. Соңында қарсыласыңызды емес, өзіңізді қажытып аласыз. Екінші өзгеріс – шешім қабылдау қабілетінің әлсіреуі. Тауық жылында туған адамдар зеректігімен және адамдарды жақсы тани білуімен ерекшеленеді. Көпшілігі «Мен өмірімде адамнан да, жағдайдан да жаңылған емеспін» деп сенімді айтады. Бұған негізде жоқ емес. Өйткені олардың түйсігі мықты, ойлау жүйесі нақты болады. Алайда 2026 жылы осы қасиет әлсіреуі мүмкін. Сол сәтте қабылдаған шешіміңіз өте дұрыс сияқты көрінеді. Барлығын жан-жақты есептегендей боласыз. Бірақ уақыт өте келе артқа қарап, осындай анық қатені қалай байқамадым, деп таңғаласыз. Бұл сіздің ақымақ болғаныңыз емес. Тәжірибеңіздің жоғалғаны да емес. Тек сол кезеңнің ықпалы адамның бағамдау қабілетіне әсер етуі мүмкін. Бұл магнитке толы жерде компастың бағытын жоғалтуымен бірдей. Өзіңіз дұрыс жолды таңдадым деп ойлайсыз. Ал шын мәнінде тұйық жолға түсіп кетуіңіз ықтимал. Пайдалы мүмкіндік деп сенген нәрсе кейін біреудің құрған қақпаны болып шығуы мүмкін. Әсіресе инвестиция, серіктестік, жұмыс ауыстыру сияқты маңызды мәселелерде өте мұқият болған жөн. Көптеген тауық жылында туған адамдар дәл осы тұста. Мен тәжірибелімін, қателеспеймін деген артық сенімділіктің кесірінен қиындыққа тап болады. Ескі тәсіл жаңа жағдайға әрдайым сәйкес келе бермейді. Үшінші өзгеріс – адамның сыртқы қалпы мен ішкі жағдайының үйлеспеуі. Бұл ең маңызды әрі ең қауіпті белгі. Сырт көзге сіздің бәрі жақсы сияқты көрінеді. Жұмысқа барып жүресіз. Қонаққа да барасыз. Үйдегілерге де.
уайымдамаңдар, бәрі жақсы деп айтасыз. Бірақ өзіңіз ғана ішкі дүниеңіздің қаншалықты қажығанын білесіз. Денеңіз әлдеқашан белгі бере бастайды. Шаршау, ұйқының бұзылуы, әлсіздік. Бірақ соған қарамастан өзіңізді тоқтатпайсыз. Барлығын өзім көтеремін деп, бұрынғыдай ауыр жүкті арқалай бересіз. Осындай күй адамның күш-қуатын ең көп сарқиды. Бұл қызып кеткен қозғалтқышы бар көлікке ұқсайды. Сырттай бәрі қалыпты сияқты. Бірақ оның істен шығуына аз ғана уақыт қалған болады. Үлкен қиындықтар да көбіне бірден пайда болмайды. Алдымен адамның ішкі және сыртқы жағдайының тепе-теңдігі бұзылады. Егер адам денесінің ескертуіне құлақ аспай, көңіліндегі алаңдаушылықты үнемі жасырып жүрсе, уақыт өте келе денсаулығы да әлсіреп, маңызды шешімдерде де қателіктер көбейе бастайды. Тауық жылында туған адамдар намысшыл келеді. Олар әлсіздігін көрсетуді ұнатпайды. Менің қолымнан келмейді деуге қиналады. Сондықтан бәрін өз күшімен көтеруге тырысып, ақырында өздерін тығырыққа тіреп қоюы мүмкін. Есте сақтаңыздар. Бұл үш белгі бір-бірімен тығыз байланысты. Алдымен күш-қуат азаяды. Күш-қуат азайса, ойлау қабілеті әлсірейді. Ал шешім қате болса, өмірдегі қиындықтар да көбейе береді. Осылайша адам тұйық шеңберге түседі. Күш-қуаты азайған сайын қателігі көбейеді, ал қателіктер көбейген сайын ішкі қуаты одан әрі сарқылады. Мұндай айналым басталып кетсе, оны тоқтату әлдеқайда қиын болады. Ең қауіптісі, бұл жағдайдың басталуына міндетті түрде үлкен апат себеп болмайды. Кейде тек бармауы керек жерге бару, кездеспеуі керек адаммен кездесу, немесе айтпауы керек сөзді айту жеткілікті. 2026 жылы тауық жылында туған адамдар үшін ерекше сақ болатын екі түрлі орта бар. Мүмкіндік болса, мұндай жерлерден аулақ жүрген дұрыс. Біріншісі, сырт көзге көңілді көрінгенімен, ішінде жанжал мен дау көп болатын орындар. Екіншісі, сырттай қауіпсіз көрінгенімен, адамға біртіндеп кері әсер ететін орта. Екеуі де тауық жылында туған адамның қайсар мінезі мен ішкі қуатына кері ықпал етуі мүмкін. Бірінші сақ болатын орын, жанжал мен қызбалық басым жерлер. Мен төбелеспеймін де, құмар ойын ойнамаймын. Маған қатысы жоқ шығар деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда мәселе тек төбелес пен құмар ойынға ғана қатысты емес. Мұндай орындарға адамдарлық толған карта немесе құмар ойын ойнайтын орындар. Түнгі дейін ішімдік ішілетін жиындар. Жанжал, айқай-шу болып жатқан орталар. Адамдар ашулы, күйгілі күйде жиналатын орындар. Қатты шу мен ығы-жығы басым жерлер жатады. Неліктен бұлардан сақтанған жөн? Өйткені мұндай ортада адамдардың ашуы, қызғанышы, реніші мен күйзелісі көп болады. Бірі жеңгеніне масаттанса, екіншісі жеңілгеніне күйінеді. Ішімдік ішілген жерде болмашы нәрсенің өзі үлкен дауға айналып кетуі мүмкін. Осындай орта адамның көңіл күйіне байқатпай әсер етеді. Кейбіреулер, мен тек қарап отырдым, ештеңеге араласқан жоқпын дейді. Бірақ адамның жүрген ортасы оның көңіл күйі мен кейінгі әрекеттеріне бәрібір ықпал етеді. Сол сәтте ештеңе сезілмеуі мүмкін. Бірақ үйге барған соң ашушаңдық пайда болып, жақындармен сөзге келіп қалуы ықтимал. Кейде жұмысында да сәтсіздіктер басталады. Ал кейбір жағдайда өзі қатыспаған жанжалдың ішінде қалып қоюы да мүмкін. Осындай оқиғалар өмірде аз кездеспейді. Мысалы, бір тауық жылында туған азамат кешкі ас ішуге барған кезде, көрші үстелдегі адамдар жанжалдасып, төбелес басталып кетеді. Ұшқан бөтелке оның басына тиіп, бірнеше жерден жарақат алады. Оның бұл оқиғаға еш қатысы болмаса да, зиянын өзі көреді. Тағы бір адам достарының өтінішімен аз уақытқа ғана карта ойнауға отырған. Бастапқыда ұсақ ойын деп ойлағанымен, уақыт өте келе бәсе күшейіп, бір түннің ішінде бірнеше айлық табысынан айырылған. Соның салдарынан отбасында үлкен кикілжің туған. Тағы бір кең таралған жағдай, дастархан басындағы орынсыз әңгімелер. Біреу туралы айтылған сөзге байқамай қосылып кетесіз. Кейін сол сөз әлгі адамның құлағына жетіп, өзіңізді кінәлі жағдайда қалдырады. Немесе екі адамның жанжалын тоқтатпақ болып араласасыз. Бірақ ақырында екі жақта сізді қарсы тарапты жақтады деп қабылдап, өзіңізді қолайсыз жағдайға қалдырады. Тауық жылында туған адамдар намысшыл келеді. Сондықтан мұндай жағдайда өз пікірін дәлелдеуге тырысып, болмашы мәселені үлкен дауға айналдырып алуы мүмкін. Соның салдарынан уақытын, күшін және қаражатын босқа жоғалтады.
Осындай жағдайдың бірі өмірде болған. 50 жастан асқан, кәсібі жақсы жүрген бір кәсіпкер достарымен кездескеннен кейін карта ойнайтын жерге бірге баруға келіседі. Аздап қана ойнаймыз деген сөзге сеніп отырған. Алғашында жолы болып, біраз ақша ұтып алады. Содан өзіне деген сенімі артып, бәсе мөлшерін көбейте береді. Түннің соңына қарай ұтқанын ғана емес, ондаған есе көп қаржысынан айырылып қалады. Ақырында 2 миллионнан астам қаражатын жоғалтып, қызметкерлердің жалақысына дайындаған ақшаны да жұмсап қояды. Салдарынан кәсіпорны қаржылық қиындыққа тап болып, өзі ауруханаға түседі. Бар болғаны бір сәтті қысылудан жоқ деп айта алмағанның кесірі өміріндегі ең ауыр сынақтардың біріне айналған. Тағы бір жас жігіт жұмыстан кейін достарымен бірге тамақтануға барған. Көрші үстелде отырған мас адам оны байқамай қағып кетіп, кешірім сұраудың орнына дөрекі сөйлейді. Жас жігіт намысына тиіп, жауап қайтарады. Ақыры екеуінің арасында жанжал туып, арты төбелеске ұласады. Қарсы жақтағы адам қолындағы бөтелкемен оның басынан ұрып, жүйкесіне зақым келтіреді. Соның салдарынан ол жарты жылдан астам ауруханада жатып, өмір бойы сақталатын зардапқа ұшырайды. Жарқын болашағы бар жас жігіттің тағдыры қажетсіз бір жанжалдың кесірінен күрт өзгеріп кетті. Егер сол сәтте сабыр сақтап, басқа үстелге ауысып кетсе, немесе мүлде кетіп қалса, мұның ешқайсысы болмас еді. Бірақ жеңілмеймін деген намысы өзіне зиянын тигізді. Осындай оқиғалар күн сайын болып жатады. Бұл менің басыма келмейді деп ойлау оңай. Алайда шынымен орын алған кезде, бәрін өзгерту кеш болады. Дана адам қауіпті жерден өзін алыс ұстайды. Ол өз сабырын сынамайды және жолыма сенемін деп тәуекел етпейді. Ең дұрыс жол, қауіптің өзін айналып өту. Тағы бір маңызды ескерту бар. Көзге анық көрінетін қауіпті орындардан бөлек, көпшілік мән бермейтін тағы екі орта бар. 2026 жылы тауық жылында туған адамдарға мұндай жерлерден де аулақ жүрген жөн. Бірінші, көшедегі жанжал мен адамдар жиналған дау-дамайдың ортасы. Көшеде біреу ұрсып жатса, немесе жол көлік оқиғасы болып жатса, көпшілік қызығып қарап тұрады. Кейбірі тіпті араласып кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін айтуға тырысады. Тауық жылында туған адамдардың әділдік сезімі күшті болады. Әділетсіздікті көрсе, үнсіз қала алмайды. Бірақ 2026 жылы дәл осындай жағдайда ерекше сақ болған дұрыс. Қатты ашуға берілген адамға ақыл айту оңай емес. Кейде ол сіздің сөзіңізді тыңдамайды. Керісінше, ашуын сізден шығаруы мүмкін. Мысалы, 50-дің үстіндегі бір азамат таңертең базарға бара жатқанда екі көліктің соқтығысып, жүргізушілердің қатты жанжалдасып жатқанын көреді. Ешкім араласпаған соң, өзі барып жағдайды түсіндірмек болады. Алайда кінәлі жақ оны қарсы тараптың адамы деп ойлап, итеріп жібереді. Салдарынан өзі жарақат алып, күні бойы полициямен құжат рәсімдеуге уақыт жоғалтады. Ал негізінде бұл оқиға оған мүлде қатысы жоқ еді. Тағы бір мысал. Біреу төбелесті жай ғана қызықтап қарап тұрған. Полиция келген кезде оқиға орнында тұрғандардың бәрінен түсініктеме алып, бірнеше сағат бойы ұстап отырған. Соның кесірінен өзінің барлық жұмысы кейінге қалған. Сондықтан бұрыннан айтылатын дау-дамай болған жерде ұзақ тұрма деген сөзді есте ұстаған дұрыс. Егер бір жерде адамдар жанжалдасып немесе айқайласып жатса, қызық көріп жақындамаңыз. Төрелік айтуға да асықпаңыз. Сіз әділдік деп айтқан сөзді ашуға булыққан адам басқаша қабылдауы мүмкін. Ал жақсы ниетпен көмектесейін деген әрекетіңізді орынсыз араласу деп түсінуі ықтимал. 2026 жылы бөтен дауға араласпай, өз ісіңізбен жүрген әлдеқайда дұрыс. Екінші, тез байытуға уәде беретін жиналыстар мен күмәнді кездесулер. Бизнес бастау, инвестиция, табыс табу, жаңа мүмкіндік, пайдалы байланыс деген атаумен өтетін түрлі кездесулерде сақтықты талап етеді. Мұндай жиындарда бәрі үлкен табыс туралы айтады. Бірі жаңа мүмкіндік, бірі болашақ бағыт, енді бірі аз уақытта мол табыс деп сендіруге тырысады. Тауық жылында туған адамдар еңбекқор әрі іскер келеді. Сондықтан мұндай ұсыныстарға қызығып қалуы мүмкін. Бірақ дәл осындай жерде асығыс шешім қабылдаудан сақ болған жөн. Шынайы табыс табатын адам көбіне өз ісімен тыныш айналысады. Ал белгісіз адамдардың бәрін шақырып, оңай ақша табуды уәде етуі әрдайым сенімді бола бермейді. Кей жағдайда сізден жарна талап етеді. Кейде белгілі бір жобаға ақша салуды сұрайды. Тағы бірде басқа адамдарды шақыруды ұсынады.
Мені ешкім алдай алмайды деген сенімнің өзі кейде қателікке ұрындыруы мүмкін. Өйткені мұндай ұсыныстарды жасаушылар адамдарды иландырудың түрлі тәсілдерін жақсы меңгерген болады. Бір жас жігіт бірнеше жыл сауда саласында жұмыс істеп, аздап ақша жинайды. Бір күні досы оны электронды сауда жөніндегі үлкен семинарға шақырады. Жүздеген адамның алдында сөйлеген спикер 3 айдың ішінде жоғары табысқа жетуге, ал жарты жылда өз компаниясын ашуға болатынын сенімді түрде түсіндіреді. Жігіт соған сеніп, бірнеше ондаған мың теңге көлемінде жарна төлейді. Тіпті екі досын да бірге қатысуға көндіреді. Бірақ ақша төлегеннен кейін берілген материалдардың пайдасы болмай шығады. Жарты жыл бойы еңбектенгенімен ешқандай нәтиже көрмейді. Керісінше, қаржысынан айырылып кейін ақшасын қайтармақ болғанда түрлі сылтаумен кері қайтара алмайды. Ақырында серіктес болған достарымен де аралары бұзылады. Барлығы бір сәтті қызығушылықтың салдары еді. Сондықтан 2026 жылы тез байтамыз дейтін, қысқа уақытта үлкен табысқа жеткіземіз дейтін адамдарды ерекше жігерлендіріп, оңай ақшаға шақыратын кездесулерге өте сақтықпен қараған дұрыс. Аспаннан дайын несібе түсе салмайды. Егер расында өте тиімді мүмкіндік болса, оны көшеде кездейсоқ адамдар келіп ұсынбайды. Ең сенімді жол, өзіңіздің адал еңбегіңізді жалғастырып, бар қаражатыңызды ұқыпты басқару. Әсіресе 2026 жылдың екінші жартысында абай болып, адам тым көп жиналатын әрі ретсіз ортадан мүмкіндігінше аулақ жүрген жөн. Адам көп жиналған, у-шу басым жерлерге қызығып бармаған жөн. Шамадан тыс ішімдік ішуден де сақ болған дұрыс. Қандай түрде болса да құмар ойыннан аулақ болған жөн. Аздап ойнаудың зияны жоқ деген сөзге сене бермеңіз. Құмар ойын, бәрібір құмар ойын. Бір рет қызыққан адамның ашкөздігі оянып кейін одан шығу қиынға соғуы мүмкін. Сондықтан жан тыныштығы мен отбасы берекесін сақтай білу ең дұрыс таңдау. Енді екінші орта туралы айтайық. Бұл біріншісінен де қауіпті болуы мүмкін. Өйткені ол бөтен жер емес. Керісінше, күнде араласып жүрген ең жақсы таныс ортаңыз болуы ықтимал. Бұл адамға үнемі жағымсыз әсер етіп, күш-қуатын сарқитын таныстар ортасы. Ондай орта туыстар арасында да болуы мүмкін. Көп жылдан бері бірге жұмыс істейтін әріптестер арасында да кездеседі. Ескі достар немесе сыныптастар арасында да болуы ықтимал. Тіпті кейде өз үйіңіздегі белгілі бір қарым-қатынаста сондай әсер беруі мүмкін. Неліктен дәл осындай орта қауіпті? Өйткені тауық жылында туған адамдар достық пен туыстықты жоғары бағалайды. Таныс адамдарға оңай сенеді. Сол себепті олардан келетін ықпалға қарсы тұру қиын болады. Мұндай адамдар сіздің мінезіңізді жақсы біледі. Қай сөзге ренжитініңізді де, қай нәрсеге қызығатыныңызды да біледі. Сондықтан байқамай олардың ықпалына түсіп қалуыңыз мүмкін. Осындай ортаның бірнеше белгісі бар. Бірінші белгісі кездескен сайын тек шағым айту. Бірі жұбайын кінәлайды. Бірі балаларын. Бірі жұмысын. Бірі басшысын. Бірі өмірдің әділетсіздігін айтып отырады. Кездесудің бәрі шағым мен ренішке толы болады. Уақыт өте келе мұндай әңгімелерді тыңдай берген адамның да көңіл күйі төмендейді. Өмірге деген көзқарасы өзгеріп, бәрінен кемшілік көре бастайды. Екінші белгісі үнемі салыстыру. Кімнің табысы көп? Кімнің үйі үлкен? Кімнің көлігі жақсы? Кімнің баласы табысты? Осындай жарыс ешқашан бітпейді. Егер сіздің жағдайыңыз жақсы болса, қызғаныш пайда болады. Ал қиындыққа тап болсаңыз, сырттай жұбатқанымен іштей қуанатындар да кездеседі. Үшінші белгісі тек өз пайдасын ойлау. Қажет кезде ғана іздеп келеді. Қарыз сұрайды. Көмек сұрайды. Байланыстарыңызды пайдаланғысы келеді. Бірақ өзіңіз көмекке мұқтаж болғанда, олардың ешқайсысы қасыңыздан табылмайды. Осындай орта адамның көңілін бірден емес, біртіндеп қажытады. Сол себепті ондай қарым-қатынастан уақытында алыстаған дұрыс. Тағы бір ерекше сақ болатын жағдай, таныстармен бірігіп бизнес бастау, немесе бірге ақша салу. Көпшілік таныс адаммен жұмыс істеу сенімдірек деп ойлайды. Алайда қаржы мәселесінде ең үлкен келіспеушілік көбіне дәл жақын адамдар арасында болады. Бір әйел бірнеше жылдан бері киім дүкенін табысты жүргізіп келеді. Бір күні бала күнгі құрбысы бірге тағы бір дүкен ашуды ұсынады. Бірі тәжірибесімен тауарын береді. Екіншісі қаржы салып дүкенді басқарады.
Көп жылғы достықтарына сенген олар ресми келісімшарт жасамайды. Тек ауызша келіседі. 6 айдан кейін жаңа дүкеннің жұмысы нашарлап кетеді. Бірі тауар сапасын кінәлайды. Екіншісі дүкен дұрыс басқарылмағанын айтады. Кейін есеп-қисап тексерілгенде ақшаға қатысты түсініспеушіліктер анықталады. Соңында екеуі де айырылысып дүкен жабылады. Қомақты қаржыдан айырылып қана қоймай, көп жылғы достықтары да үзіледі. Тағы бір қауіпті жағдай. Туысыңыз. Компанияны сенің атыңа тіркейік, немесе несие рәсімдеуге көмектесші, бәрін өзім төлеймін деп өтінуі мүмкін. Сен ештеңе істемейсің, тек аты жөнің керек деп сендіреді. Осындай ұсыныстарға өте сақ болған жөн. Егер ісі сәтсіз болса, заң алдындағы жауапкершілік сізге жүктелуі мүмкін. Ал шын кінәлі адам жауапкершіліктен жалтарып кетуі ықтимал. Мұндай жағдайлар өмірде аз кездеспейді. Кейін адамдар туысымның көңілін қимай келіскеніме қатты өкінемін деп жатады. Сондықтан 2026 жылы бірлескен бизнес, инвестиция, кепілгер болу, өз атыңызға құжат рәсімдеу, ақшаға қатысты жауапкершілік жүктейтін кез келген ұсынысқа ерекше мұқият қараған жөн. Таныс адам болған соң бәрі дұрыс болады деп ойламаңыз. Ақша мәселесінде ең жақын адамдардың өзімен де барлық шартты алдын ала нақтылап алған дұрыс. Егер шынымен бірге жұмыс істейтін болсаңыз, міндетті түрде жазбаша келісім жасап, әркімнің жауапкершілігін анық көрсетіңіз. Ал егер қарсы тарап ресми келісім жасаудан бас тартса, ондай ұсынысқа ерекше сақтықпен қараған жөн. Егер біреу ресми келісімшарт жасаудан бас тартып, тек арадағы достыққа, туыстыққа немесе сенімге сүйенейік десе, онда ондай ұсынысқа өте сақ болған жөн. Кейде дәл осындай жағдайда кейін үлкен түсініспеушілік туындайды. Бірлескен кәсіптен бөлек туыстар арасындағы өсек пен дау-дамайдан да мүмкіндігінше алыс жүрген дұрыс. Көп отбасында үнемі біреудің сөзін біреуге жеткізіп, араға іріткі салатын адамдар болады. Бүгін пәленше сен туралы былай деді дейді. Ертең түгенше сені пайдаланып жүр дейді. Олардың мақсаты көбіне адамдардың арасына күмән түсіру болады. Тауық жылында туған адамдар тура сөйлейтін болғандықтан, мұндай сөздерді естісе бірден барып анықтағысы келеді. Ал ақырында сол адамдардың дегеніне еріп, өз жақындарымен аралары бұзылып жатады. Ал өсек таратқан адам сырттан қарап, жағдайды тамашалап отырады. Кейбір отбасыларда адамдарды ар-ұятпен қыспаққа алуда кездеседі. Мысалы, туысыңа жұмыс тауып бер. Оған ақша бере тұр. Мына іске көмектес. Егер бас тартсаңыз, туысыңды сыйламайсың. Жағдайың түзелген соң бәрін ұмыттың. Деген сөздер айтылуы мүмкін. Бір рет келіскен адамнан кейін тағы да көмек сұрайды. Уақыт өте келе жасаған жақсылығыңыз қалыпты нәрсе сияқты қабылданады. Ал бір рет көмектесе алмасаңыз, кінәлі болып шығасыз. Соңында өзіңіз қаражаттан да, уақытыңыздан да айырылып, тағы реніш естисіз. Сондықтан 2026 жылы мұндай жағдайларда сабыр сақтаған дұрыс. Отбасылық жиындарда артық сөзге араласпай, дау-дамай тақырыптарын қозғамаған жөн. Егер көмектесе алсаңыз, көмектесіңіз. Ал қолыңыздан келмесе, сыпайы түрде бас тартыңыз. Біреудің сөзіне бола өзіңізді қиын жағдайға қалдырмаңыз. Өмірді өзгелер үшін емес, өзіңіз үшін сүресіз. Бір әйел зейнетке шыққаннан кейін тыныш өмір сүріп жүрген. Зейнетақысы жеткілікті. Балалары да қамқор болатын. Бірақ кейін ауласындағы бірнеше әйелмен күн сайын бас қосып, біреудің отбасын, біреудің балаларын, көршілердің өмірін талқылай бастайды. Бірте-бірте бәрі кімнің жағдайы жақсы екенін салыстыруға көшеді. Кімнің зейнетақысы көп, кімнің баласы көбірек көмектеседі, кімнің киімі қымбат. Бұрын мұндайға мән бермейтін әйелде уақыт өте өзгелермен өзін салыстыра бастайды. Үйіне көңілсіз қайтып, жұбайына да, балаларына да ренжіп жүретін болған. Ақырында өз денсаулығына да зиянын тигізеді. Негізінде оған ештеңе жетіспейтін. Бірақ орынсыз салыстыру өзінің тыныштығын бұзды. Тағы бір жас жігіт жұмысына жауапкершілікпен қарайтын. Біліктілігін арттыру үшін емтихан тапсыруды жоспарлаған. Бірақ кейін жаңа достар тауып, олар күнде кешке қыдыруға шақыра бастайды. Алғашында бармағанымен кейін бәрімен бірге болған дұрыс шығар деп ойлап қосылады. Уақыт өте келе сабаққа дайындалуды қояды. Жұмысына да бұрынғыдай көңіл бөлмейді.
2 жылдың ішінде өзімен бірге жұмысқа кірген әріптестері қызметте өсіп кетеді. Ал өзі бұрынғы орнында қалып қояды. Жоспарлаған куәлігін де алмайды. Ақша да жинай алмайды. Денсаулығы да нашарлайды. Кейін ғана уақыттың қалай босқа өткенін түсінеді. Адамның жүрген ортасы оның өміріне үлкен әсер етеді. Еңбекқор адамдармен аралассаңыз, өзіңіз де алға ұмтыласыз. Ал жалқау, мақсатсыз адамдардың арасында жүрсеңіз, өзіңіз де баяулай бастайсыз. Мысалы, кейбір туыстар әр кездескен сайын: айлығың қанша? Үй алдың ба? Балаларың қалай оқып жүр? Деп сұрай береді. Жағдайыңыз жақсы болса, қызғаныш байқалады. Қиындық көрсеңіз, сырттай жұбатқанымен кейін басқа адамдарға айтып жүреді. Осындай кездесуден кейін бірнеше күн бойы көңіл күйіңіз бұзылып жүруі мүмкін. Кейбір туыстар үнемі ақша сұрайды немесе жеке шаруасын бітіріп беруді өтінеді. Көңілін қимай келіскен адамның өзі кейін өкінетін жағдайлар да болады. Жұмыс орнында да сондай орта кездеседі. Кейбір адамдар күн сайын басшылықты жамандап, өсек айтып отырады. Ұжымнан бөлініп қалмау үшін олардың әңгімесіне қосылып кету оңай. Бірақ уақыт өте келе өзіңіз де сондай әдетке үйреніп кетуіңіз мүмкін. Жұмысқа деген ынтаңыз азайып, бар ойыңыз өсек пен кеңседегі келіспеушіліктерге ауып кетеді. Ал бір күні сол сөздер басшылыққа жетсе, жауапкершілікке ең алдымен сондай әңгіменің ортасында жүрген адамдар тартылады. Тағы бір сақ болатын жағдай, көп жылдан бері хабарласпаған ескі таныстардың аяқ астынан іздеп келуі. Алғашында өткенді еске алып әңгімелеседі. Біраздан кейін өз қиындықтарын айтып, қарыз немесе көмек сұрай бастайды. Ескі достықты қимай көмектесесіз. Бірақ кейде оның соңы бітпейтін өтінішке айналады. Ақшаңызды қайтара алмайсыз. Қайтаруды сұрасаңыз, өзіңізді кінәлі етіп көрсетуі мүмкін. Ақырында достық та жоғалады, ақша да кетеді. Көпшілік: біз бір-бірімізді ондаған жылдан бері танимыз. Олар маған жамандық жасамайды деп ойлайды. Алайда кейде адамға зиян әдейі жасалмайды. Бірақ үнемі шағым айтатын, өмірге наразы, жауапкершілігі төмен адамдардың ықпалы байқатпай өзіңізге де әсер етуі мүмкін. Күн сайын мұңын айтып жүретін адамның жанында жүрсеңіз, өзіңіз де өмірге ренжи бастайсыз. Алға ұмтылмайтын адамдармен аралассаңыз, өзіңіз де мақсатыңыздан алыстайсыз. Үнемі өсек айтатын ортаның ішінде болсаңыз, өзіңіз де еріксіз сондай әңгіменің бір бөлігіне айналуыңыз мүмкін. Сондықтан адамның өмірінде жүрген ортасының әсері өте үлкен. Сол себепті 2026 жылы өзіңізге тыныштық сыйлайтын, қолдау көрсететін және жақсы ойлайтын адамдармен көбірек араласуға ұмтылған дұрыс. Ақша мәселесінде ең жақын адамдардың өзімен де барлық шартты алдын ала нақтылап алған дұрыс. Егер шынымен бірге жұмыс істейтін болсаңыз, міндетті түрде жазбаша келісім жасап, әркімнің жауапкершілігін анық көрсетіңіз. Ал егер қарсы тарап ресми келісім жасаудан бас тартса, ондай ұсынысқа ерекше сақтықпен қараған жөн. Құрметті оқырмандар, тауық жылына арналған жорамал осымен аяқталды. Егер осы болжам сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.